Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде өзекті сала және оның жүргізушісі мен Тұрар Жолмағанбетов. Әрбір экономиканың қозғаушы күші болып табылатын фактордың бірі қаржы екені сөзсіз. Нарықтық экономикада капиталдың келуі арқылы сауда, жылжымайтын мүлік, шикізат секторына қаржы көптеп келсе, өңдеу өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, яғни Қазақстанға қажетті экономика секторларына қаржы керісінше өте аз келеді. Осы мәселені шешу мақсатында елде бірнеше қаржы институттары жұмыс жасайды. Соның бірі Бәйтерек холдингі. Бизнес қаншалықты қаржымен қамтылған, не өзгеріс және қандай трендтер бар? Сонымен қатар мемлекеттік қаржыға қандай жобалар іске асырылды? Бұның бәрін біз бүгін Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінен білетін боламыз. Бізде студия спикері холдинг басқарушының басқарма төрағасының орынбасары Рустам Тимурұлы Қарағойшин және холдингтің еншілес ұйымы Қазақстан даму банкінің аға банкері Қасым Ғалымжанұлы Мұхамбетов. Сіздер қош келдіңіздер. Рахмет. Ендігіде Бәйтерек туралы өтсек. Оның мақсаты, миссиясы, құрамына қандай институттар кіреді, оның инструменттері қандай? Енді өзіңіз білесіз, Бәйтерек холдингі 7 жыл бұрын пайда болған. Бұл енді қазіргі күнде еліміздің қаржыландыру, еліміздің экономикасын дамыту және оны инновациялық индустриялық развитиясын ары қарай жүргізетін институттың біреуі болып саналады. Біздің холдингіміздің ішіне 11 емшілес ұйым кіреді, компания дейміз ғой қазір. Оны екі бөлікке бөлуге болады. Оның бір бөлігі қаржыландыру салаға, бұл бизнесқа. Ол кіші және орта, микро, орта және бизнесқа арналған. Екі орта қалғаны үлкен бизнес, үлкен бизнес кәсіпорындарға арналған. Содан ары қарай экспорттық институттар бар. Сол бірінші несінің бөлігіне кіреді. Екінші бөлік кеше енді айтылып кетті, оның бәрі бұл пәтермен, үймен, тұрғын үй мәселесін шешетін бөлік. Сол енді бірінші бөлігін алсақ, оның ішіне даму қоры деген компания кіреді. Шағын және орта кәсіпкерлерді дамытатын институт. Оның ішінде инструменттерін айтып кетсек, қандай құралдары бар деп айттыңыз ғой. Ол құралдардың біреуі субсидиялау несиелерді, сосын және кепілдік беру, қаржылауға мекемелер сол екінші деңгейдегі банктерге несие алуға келген кезде соған кепілдік береді. Енді екінші ең үлкен компаниямыздың біреуі, еншілес ұйымның біреуі, бұл Қазақстан даму банкі. Қазақстан даму банкі өзіңіз білесіз, ол ең үлкен кәсіпорындарға сондай ұзын мерзімді несие, қаржы және арзан несие. Және арзан несиені сол келтіреді. Шағын және орта бизнеске келетін болса, бүгінгі күні екінші деңгейлі банктердің есептік ставкасы 15%-дан төмен емес. Кей кезде 25-30% жетіп жатады. Енді әр банкте әртүрлі. Даму қорына бүгін олар 6-7% көлемінде сондай пайызбен несие алады, солай емес пе? Бұл даму банкінің бөлуге болады. Оның ішінде де екі несі бар. Екі жолы бар. Бір жолы біздерде бағдарламалар бар. Түрлі ГПФИР дейміз. Сосын экспорттық бағдарламалар бар. Соның ішіне кіретіндер, олар 6-7% алады. Ал енді біздің екінші жағымыз ол коммерческий дейміз біздер. Ол басқа жобалар. Оларға сол 14-15%-дай сол көлемінде беріледі. Бірақ оның өзі нарықтан төмен ставкасы, 14%. Салыстырмалы түрде екінші деңгейлі банктермен. Екінші деңгейлі банктермен сәйкес келеді. Десеңіз, біздің даму банкінің ең бірінші мақсаты ол екінші деңгей банктермен конкуренцияға түспеу. Сондықтан бәсекеске түспеу. Сондықтан біздер енді сол салаға кіре алады деген жобаларды сол саланың несімен береміз. Жақсы. Бүгін күні енді түсінікті, даму қоры бұл көбінесе шағын және орта бизнес. Ендігіде бағана айтып өттім, өз сөзімде шикізат деген кезде инфраструктура, жылжымайтын мүлікке арасында инвестиция, қаржы, ол жеке қаржы, екінші деңгейлі банктерден арасында ағылып төгіліп жатыр. Енді өңдеу өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы қарағанда олардың рентабелі төмен, бірақ ол экономикаға өте қажетті секторлар. Енді осы Бәйтеректің
бүгін қаржыландырады. Бірінші деңгейде, иә, бағана сіз айттыңыз, ГПФ индустриалды бағдарлама дәл осы өңдеу өнеркәсібін салады. Соның ішінде ірі жобаларды айтып өтесіздер ма? Қандай ірі жобалар қаржыландырды бүгінгі күні Қазақстан даму банкімен? Бұл сұрағыңызға мен жауап берейін. 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанның даму банкі 11 жобаны қаржыландырған болатын. Жалпы сомасы 315 миллиард теңгеге. Соның ішінде айта кететін болсақ, ірі жобалар бұл Қапшағай қаласындағы күн электростанциясының құрылысы, Сарыарқа магистралды газ құбырының құрылысы. Көптен күткен. Және те Шымкент қаласындағы метил трет бутил эфирін өндіретін зауыт. Сонымен қатар айтатын болсақ, Қарағанды қаласындағы ферросилиций қорытпасын өндіретін зауыт. YDD өнеркәсібі жүзеге асырады. Және те Шымкент қаласында Азия Трафа компаниясы жүзеге асыратын трансформатор шығатын. Бұл да ірі жоба, көптен күткен. Ал келешекте қандай жобалар қараса? Бүгінгі күні айтуға бола ма? Қандай жобалар бар сіздер? Осы жылға, мысалға. 2020 жылға айтатын болсақ, Қазақстан даму банкі тарапынан 430 миллиард теңгедей қаражат бөлінбек несиелендіруге. Соның ішінде 11 инвестициялық жобаны жүзеге асырамыз, қаржыландыратын ойымыз бар. Жобалар әртүрлі салада келтірілген. Ол жаңағы металлургия саласы болсын, өнеркәсіп, тамақ саласы болсын. Яғни әр тараптандырған секторларды бәрі қарастырылған. Мен білем, Бәйтерек тек қана осындай дайын инвестициялық жобаларды емес, банк есебінде емес, сонымен қатар кейбір кәсіпорындың былай дамытуына әсер ететін бір институт болып табылады. Осыдан қателеспесем 5 немесе 6 жыл бұрын сіздерде бір жоба болған ұлттық чемпиондар. Яғни елімізде мықты кәсіпорындарды іріктеп алып, оларға керекті, қажетті қаржыны, көмекті, пакетті принцип ретінде беріп, оны экспортқа шығару, жаңа технологияны модернизация өткізу. Бұл 5 жыл бұрын кең көлемде айқындалды, бірақ қазір оның жағдайы қандай? Бірінші деңгейдегі сол ұлттық чемпиондар, олар кімдер, бүгін олармен не болып жатыр? Және ол бағдарлама әрі қарай жалғастырылады ма? Ол бағдарлама қазіргі күнде жұмыс істеп жатыр, ол жалғастырады. Неге десеңіз, бағанағы 100 қадам деген бағдарлама бар ғой, соның ішіне кіреді ол. Бұл 2015 жылы басталды. Соның ішіне бағанағы 33 жоба кірді. 30 жоба деп отырған, бағана өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, біздің Бәйтеректің ішінде бағана айтып отырмын, 11 кәсіпорынның кіргенде, сол 11-дің жартысы бағанағы осылай бизнесқа көмегін көрсететін институттар. Соның ішінде бағанағы экспорт сақтандыру бар агенттігі, Қазақ экспорт деген, KPPF деген бізде компания бар, одан да басқа KCM деген компания бар. Ол сондай мекемелердің ішінде түрлі өзіміздің ұсыныстарымыз бар. Сондай неге. Ол кәсіпорындар кімдер? Сол 5 жыл бұрынғы пайда болған ұлттық чемпиондар. Сол мекемелердің арқасында осы нелерді біздер өсіруіміз керек. Бұл негізі бұл кәсіпорындар үлкен кәсіпорындар емес, ірі кәсіпорындар емес. Біздер кіші және орта кәсіпорындарды аламыз, алынған. Соның ішінде соларды бағанағыдай экспортқа, сол бағанағы үлкен кәсіпорындардың деңгейіне дейін жеткізу мақсат. Сол мақсатқа жеткізу үшін бұның ішінде қаржыландыру бар, оның ішіне кіру де бар. Тек қана қаржыландырмай, оған және консультация көрсету, кеңес беру бар. Соның бәрін сақтандыру инструменттері бар, субсидия инструменттері бар, оның бәрін сол құралдармен оларды дамытып жатыр. Яғни бұл кәсіпорындарды расында шынықтырасыздар ғой, әлемдік бәсекелеске төтеп бере алады. Бүгін ол кәсіпорындардың аттарын айта аламыз ба? Ол бана біреу айтылып кеткен сол трансформаторный завод бар, одан басқа және сүт шығаратын завод бар, одан әрі бір фармацевтикада не бар, кәсіпорын бар. Тағы да сол басқа салаларда көп. Өңдеу өнеркәсібіне бар, солай ғой, иә? Бәрі оның 33-інің бәрі де өңдеу өнеркәсібі. Неге десеңіз, біздер шикізатқа кірмейміз. Бәйтеректің жобаларының бәрі сол өңдеу өнеркәсіпте.
Жақсы, мен бекер сұрамадым, өңдеу өнеркәсібі. Біз білеміз, бәйтерекке осыдан бір ай бұрын сын айтылды. Бұл парламентте мәжіліс депутаты Мейрам Құдайберген Пішембаев. Оның ойынша бүгінгі күні бәйтеректің құрылған басты мақсаты көп жағдайда сол бағана мен айтқан өңдеу өнеркәсібі, шикізаттық емес өнеркәсіпке мүмкіндігінше көмек беру, қаржы беру. Енді депутат мырзаның ой бойынша бұл тек қана өңдеу емес, сонымен қатар көп жағдайда шикізаттық секторға ақша кетіп жатыр дейді. Сол сынға мән берсек, бастапқыда бәйтерек өңдеу өнеркәсібін қаржыландыру үшін құрылды. Ұлттық банктың мәліметтері бойынша тау-кен металлургиялық кешендерін несиелендірудің пайыздық мөлшерлемесі 9,4%, ал өңдеу өнеркәсібі үшін 13,8% құрады. Бұл мәселені шешу үшін Ресей өнеркәсібін дамыту қорының тәжірибесін қолданып, 1 және 4%-дан асырмауға болады. Мұндай қорлар Қытайда, Оңтүстік Корея, Жапония, Сауд Арабиясы мен Германияда бар. Енді өзіңіз естігендей, бұл депутаттың сөзі қаншалықты рас? Бұл енді мен мұны былай айтайық, біздер бәйтеректің қараған. Біздерде қазіргі күнде 3,5 триллион теңге банағы кредиттік қорымыз бар. Сол бәрін санап келген кезде. Сол 50% біздің даму банкісіне келеді. Ол банағы инвестициондық проекттер деп айтамыз. Оның ішінде бана өзіңіз айтып кеттіңіз, 55 инвестициондық проект бар, 15 экспортный операция. Сол енді 55 дегенін айтып келсек, біз енді білеміз ғой, банағы бәрін газ, мұнай, бағана газ қорын айтып өттіңіз. Оның былай өңдеу өнеркәсібі келген кезде аса қатысы жоқ, бұл инфраструктура болып табылады. Сондықтан біздер оның ішінде, ол былай сөйтіп айтылғанның өзінде де, бірақ оның ішінде бәрі өндіріс бар. Банағы сол мұнайдан да мұнайды бензинге шығару керек, бензиннен ары қарайды, оның бәрі өндіріс. Сондықтан ол сол өндіріс кәсіп деп санаймыз біздер. Неге десеңіз, бұл шикізат табылып жатырған жоқ. Оның ішінде инфраструктурасы бар. Қазір бана айтып отырмық қой, трубопровод құбыр деп. Ол қалай өндіріске әсер етеді? Ол өндіріске әсер етпей ойлап қараңыз, 1060 километр құбырды біздер осы жаққа тартып алып келдік. Ол банағы 2,7 миллион адамды қамтамасыз етеді газбен. Ол банағы осы қаланың экологиясына жақсы әсер әкеледі. 6 рет банағы бүткіл қиқым және жаман заттарды ауадан алып тастайды. Сіз әлеуметтік және экологиялық мәселені көтересіз. Ал экономикаға нақты шикізаттық секторына қалай әсер тигізеді? Ол енді экономикаға әсер етеді ғой. Неге десеңіз, қараңыз, бұл туризм саласы ұлғаяды осы жақта. Жаңа банағыдай кішкентай және микро кәсіпорындар пайда болады. Сондай инфраструктура ол сонда. Бұл айтқанда тікелей емес, бір мультипликативті эффектісі бар дейсіз ғой. Біздің мақсатымыз бәйтеректің сондай жобаларды жасау. Сондықтан біздің әр жобамыз негізі осының ішінде тұрған. Олардың бәрі сондай мақсатты дәлелдеп тұр. Жақсы. Қасым мырза, енді сізге қойған көп жағдайда сіз орта және ірі бизнеспен жұмыс жасайсыз. Енді сіз баға берші, бүгінгі Қазақстан Республикасының осы бизнес сегменті, осы өнеркәсіптегі басты проблемалар қандай? Енді бизнес айтады, қаржы жоқ дейді, кей кезде сату нарығы жоқ дейді. Ал былай өзіңіз айтып бересіз бе, шикізат қамтамасыз ету бойынша, немесе кәсіпкерлердің бәсекелестілігі еліміздегі, сол қарапайым Ресеймен салыстырсақ, немесе көршілес Қытаймен жалпы деңгейі қандай бүгін кәсіпорындардың сізге келіп осындай қаржы сұрайтын? Бұл сұраққа жауап берсек, қазіргі таңда инвестициялық жобаларды біздер қараймыз. Сонымен қатар бұл жобаларды банктік экспертиза аясында тәуелсіз эксперттерді біздер тартатын боламыз. Сол шеңберінде біздер тек қана жаңағы техникалық тұрғыдан проектіні қарамайды, сонымен қатар маркетинг жағынан жан-жақты талдау көріп отырып, соған қарағанда қазіргі таңда келіп жатқан кәсіпорындардың маркетинг бағыты бойынша біздер ондай жоғары деңгей емес па? Проблемный сұрақтарды көріп тұрған жоқпыз. Олар не айтады? Енді кейбір жобалар өтпей қалатын шығар мысалға, 20 жобаның бір 10 өтпей қалуы мүмкін. Сол өтпейтін басты себебі неден болады? Бұл сол кәсіпорынның менеджменттің деңгейінің төменділігі ме? Немесе расында ол шығарады өнімге сататын нарықтың жоқ болуы ма? Немесе қолдардың технологияның ескі болуы ма? Сіздің ойыңызша не болуы мүмкін? Мен оған айтайын, бұл енді бүткіл бәйтеректің жобаларына келеді ғой. Сондықтан ол айтып отырсаңыз, ол біріншіден ол мақсат. Мақсаты ол банағыдай шикізат емес, бана айтып кеттік, өндіріс.
екіншіден ол бағанағы даму экономика қандай әсер етеді, сондай жақтардан қараймыз біздер бірінші жағынан. Екінші жағынан иә, қандай оның менеджменті бар, оның қандай дәрежесі бар, қазіргі күнде соған қараймыз. Үшіншіден ол қандай қазіргі күнде ол Қазақстан даму банкін алсаңыз, бұл енді үлкен жобалар. Сол үлкен жобаға оның қандай мекеменің дәрежесі соған келеді. Неге десеңіз, үкімет осындай ақша салады, бағанағы бизнес жағынан біздің үкімет жақтан күтім бар ғой. Сол күтімдер де пайда болу керек ол жобада. Осындай көрсеткіштерден біздер ол жобаларды таңдаймыз. Жақсы. Енді менің ойымша бүгінгі күні Бәйтерек холдингінің бүгінгі қолдағы портфельдегі инструменттері сол 5 жыл бұрынғы инструмент қарағанда түрлі. Кейбір инструменттердің қолданысқа ие болмаса жоқ болады, кейбір инструменттер пайда болады, кейбір инструмент мысалы реинжиниринг дейді, перенастройка, осыдан өтіп жатыр. Алдағы уақытта Бәйтеректен қандай біз жаңа инструменттер күтеміз? Енді алдағы уақытта ең бірінші бір инструменттің біздер қазір жұмыс істеп жатырғанымыз ол синдицированный кредитование дейді, синдицированный қаржыландыру. Бұл екінші деңгейдегі банктермен қосылып, осындай үлкен жобаларға сол екінші деңгейдегі банктерді алып келу. Бұл қазіргі өзіміздің Бәйтерек өзімізге қойып отырған мақсаттың біреу. Нақтырақ өтсеңіз? Бұл алсаңыз, бұл жобаның құны 100 миллион болсын. Оның ішінде сол Бәйтеректегі болу керек, және екінші деңгей банктерде болу керек. Ол неге дейсіз? Қазіргі күнде енді көп сұрақтар туындап отыр ғой, екінші деңгей банктер экономика қаржыландыру керек, сондай деген. Ол біздің Бәйтеректің бағанағы беріп отырған шешімі. Соның болашақта біздер осы іске асыруымыз керек. Мысалға 100 миллион теңгені, 50 миллион теңгені сіздерді банктерде айтарлық 14%-ға мысалы ғой. Ал қалған 50 миллион теңгесі екінші деңгейлі банктың мысалға 17-18% мүмкін. Осындай. Түрді ол жобадан қарайды. Оның ішінде неге десеңіз, оның бағанағы субсидия сұрақтары бар, оның ішінде бағанағы кепілдігі бар. Сол кепілдіктері келе ме, келмей ме, сондай сұрақтарды шешіп, сол жобаның ішіне кіргізу. Басқа қандай инструменттер бар? Экспорт бойынша бізде ГПФИР 3 бойынша енді экспортқа бағытталған өңдеу өнеркәсібі. Осы бойынша экспорт жағынан өзіміздің бана Қазақ экспорт деген мекемеміз бар. Ол жағынан біздер оның көлемін ұлғайтып отырық биыл. Одан да ары қарай бана капиталын ұлғайтып, сондықтан бұл экспорт бізге өзіңіз біліп отырсыз, Қазақстанға да ол экспорт өте маңызды жол, сондықтан сол жолды біздер қуып келеміз Бәйтерек. Қазір 7 жылдың ішінде де, болашақта да боламыз оны. Бірақ енді оның ішінде басқа айтатын, оның ең тағы бір маңызды саланың біреу, бана кіші және микро орта кәсіпкерлер. Қазіргі күнде өзіңіз 28% ол. Мақсат 50%-ға жеткізу. 50%-ға жеткізу 2053 жыл. Сол 50%-ға жеткізу үшін ол даму деген қоры бар бізде. Сол даму қоры арқылы бағанағыдай субсидия, кепілдік беру, сол инструменттердің ішіне кіріп отырсаңыз, қазір жаңа бағдарламаның жалғасы кетті ғой, ДКБ 2025 деген. Қазірге 2020-2023 несі. Соны айтып отырсаңыз, соның ішінде бағанағы басталған кәсіпорындарға бұрын негізі 20 миллион болатын. Қазір соны 60 миллионға дейін көтердік. Сосын оның ішінде бағанағы оборотка деп айтамыз ғой. Сол оборотканың 60 миллион болатын. Ол 60 миллионды 360 миллионға дейін көтердік. Сондай шешімдер кетті. Яғни қолда бар инструменттер күннен күнге эволюциялап бизнестің қажеттілігіне жауап беріп жатыр. Солай. Жақсы. Бізге берілген уақытты мен қосымша айтып өтсем, расында еліміздің экономикасы бүгінгі күні мойындау керек шикізатқа тәуелді болып тұр. Оның шешудің жолы мүмкіндігінше сол шикізаттан дайын өнім шығару. Сонымен қатар және дұрыс айттыңыз, шағын және орта бизнес соны 50% жеткенде ғана біздің экономикасы тұрақты. Мұнайдың бағасынан да қорықпаймыз, металдың бағасынан қорықпаймыз. Сол себепті сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермендер, сіздермен болған Тұрар Жолмағанбетов, сау болыңыздар.